Елестетіп көріңші, арыстанның жалы патшаның шапанындай желбіреп, оның ақыруы солтүстік Африканың ежелгі ормандарында жаңғырып тұр. Бұл Барбари арыстаны еді. Ол жер бетінде өмір сүрген арыстандардың ішіндегі ең ирісі әрі ең танымалы болған. Бірақ бүгінде ол тек әңгімелер мен ескі фотосуреттерде ғана қалған елес. Бір сәтке өткенге оралайық. Барбари арыстандары бір кездері Марокко мекендеген. Барбари арыстандары бір кездері Алжир мекендеген. Барбари арыстандары бір кездері Тунис мекендеген. Олар жай ғана жануарлар емес, олар аңызға айналған, империялар үшін күштің символы болған. Тіпті сұлтандар оларды патшалық үй жануарлары ретінде ұстаған. Олардың қою, қалың жалы оларды басқа арыстандардан ерекшелеп, ежелгі өнер мен фольклорда өз орнын алған. Бірақ қалалар өсіп, ормандар кішірейген сайын, Барбари арыстанның әлемі жоғала бастады. Адамдар оларды спорт үшін аңдаған. Адамдар оларды олжа үшін аңдаған. Кейде қорқыныштан аулаған. 1800 жылдардың соңына қарай олардың саны күрт азайды. Соңғы расталған жабайы Барбари арыстаны 1942 жылы Мароккода атылды. Ойлап көріңізші, осындай күшті жануар бір сәтте жоқ болып кетті. Бірақ оқиғаның қызықты жері мынада. Кейбіреулер Барбари арыстандары әлі де тірі болуы мүмкін деп есептейді. Кейбіреулер хайуанаттар бағындағы. Кейбіреулер жеке коллекциялардағы арыстандардың қан желісінде жасырынған. Ғалымдар Барбари арыстанына ұқсайтын жалы мен ерекшеліктері бар бірнеше арыстанды тапты. ДНК тесттері жалғасуда. Барбари арыстанының бір бөлігі әлі де тірі болуы мүмкін деген үміт бар. Бұл неге маңызды? Өйткені Барбари арыстанның тағдыры ескерту және сабақ. Түрдің жоғалуы тек сандарға қатысты емес. Бұл оқиғаларды, сұлулықты және әлемнің жанын жоғалту деген сөз. Бүгінде барлық арыстандар қауіп астында. Олардың мекендейтін жерлері кішірейіп, саны тез азайып барады. Бірақ біз мұны өзгерте аламыз. Жабайы табиғатты қорғау арқылы, табиғатты қорғауды қолдау арқылы, дауысымызды көтеру арқылы, біз Барбари арыстанының тарихы барлық арыстандардың тарихына айналмауын қамтамасыз ете аламыз. Сонымен келесі жолы арыстанды көргенде, теледидардан, кітаптан, немесе тіпті түсіңізде Барбари арыстанын есіңізге алыңыз. Не қауіп төніп тұрғанын есіңізге алыңыз. Және әрбір әрекет маңызды екенін есіңізге алыңыз. Өйткені жабайы табиғатқа әлі де өз патшалары қажет. Тыңдағандарыңызға рахмет. Егер сіз жабайы табиғатқа жанашыр болсаңыз, лайк басып, бұл оқиғамен бөлісіңіз. Барбари арыстанның рухын тірі ұстайық.